Қашаубаев 1888 жылы Семей облысы Қарқаралы ауданының Қайнар ауылында дүниеге келген. 12 жасқа толғанда Исабек деген байдың ат айдаушысы болып, ол жас әншіні той жиындарда ән салғызады. Жастайынан әншілік өнерпаздығымен жұрт аузына ілігіп, ел аралап, ән салып, Қараөткелдік Сәтмағамбет, Ғазиз, Баянауылдық Жаяумұса, Қали Байжанов, Керекулік Майра Уәлиқызы сияқты арқалы әншілермен танысып, өнерін одан әрі шыңдай түседі. 1921-1924 жылдар аралығында Семей қаласындағы Есаймақ жастардың оқу-драмалық үйірмесіне мүше болып, әншілік өнерін шыңдай түсті. Қалада ұйымдастырылған халық өнерпаздарының байқауына қатысып, бас бәйгеге ие болды. 1924 жылы осы концерттік қойылымдарға жиі шығып, халықтың ән өнерін насихаттауға айрықша үлес қосады. 1925 жылы Қазақ драма театрының құрамына алғашқылардың бірі болып қабылданып, Мұхтар Әуезовтің Еңлік кебек трагедиясының қойылымында Жапал рөлін сомдады. Әміре Қашаубаев қазақ халқының ән өнерін Еуропаға танытқан тұңғыш әнші болды. 1925 жылы Парижде Экспо көрмесі аясында өткен дүниежүзілік музыкалық байқауда қазақтың халық әндері Балқадиша, Ағаш аяқ, Қанапия, Жалғыз арша, Үш дос және тағы басқа әндерін орындап, Әміре 2 жүлдемен және күміс медальмен марапатталды. Париж апталығы газеті мен Le Musical журналы атап өтті. Сиқырлы дауыс иесі Әміре Қашаубаев ұлттық аспап домбыраны сүйемелдеуімен өз халқының ән жырын тамылжыта шырқады. Оның дауысы адамның жан дүниесін тебірентеді, деп оның сирек кездесетін талант екенін жазды. Ал Сорбонна университетінің профессоры Перно фонографқа Әміренің орындауында бірнеше ән жазып алған. 1926 жылы Қызылордада ашылған Қазақ драма театрының алғашқы актерларының бірі болды. 1927 жылы сәуір айында арнайы шақыртумен Мәскеу консерваториясының залында қазақ әндерін шырқады. Сол жылы майындағы Франкфуртте өткен дүниежүзілік музыкалық көрмесінде өнер көрсетті. Белгілі этнограф Затаевич Әміренің ән өнерін жоғары бағалап, оның орындауында көптеген халық әндерін жазып алған. Техникалық өңдеуден кейін олар күйді бақтарға жазылды. Сөйтіп, 1931 жылы қазақтың 500 ән мен күйі деген жинағында жарияланды. Әміренің әншілік қабілетін кезінде қазақ әдебиеті мен өнерінің көрнекті өкілдері өте жоғары бағалаған. 1934 жылы Қазақ музыкалық театрына ауысты. Әміре ұлы әнші, азамат, талантты әнші. Ол 1934 жылдың күзінде қайтыс болады. Оның өмірі мен қимылы әлі де зерттеле түседі. Ол жөнінде талай кітаптар, дастандар жазылмақ. Оның аты ән мектебінде мәңгі қалады. Қазір Алматыдағы музыка мектебі мен Семей облыстық филармониясы әншінің есімімен аталады. 1980 жылдан бастап Әміре Қашаубаев атындағы қазақ халық әндері мен күйлерін орындаушылардың республикалық байқауы 4 жылда бір рет өткізіліп келеді. Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық мұражайының қорында Әміре Қашаубаевқа тиесілі музыкалық аспаптар сақталған. 2018 жылы қазақстандық америкалық бірлескен Әміре фильмі жарыққа шықты. Осы күнге дейін Әміре айтқан классикалық әндер үлгі өнегемен орнығып, кейінгі әншілердің репертуарларында жалғасын тауып келеді.